депозит бар, ішінде ақшаның жатқанына көп болған. Отбасы банк сізге қанша ақша беретінін есептеу керек. Соны үйретейін. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Осы бойынша түсіну үшін ең бірінші сіз өзіңіздің приложениеге кіресіз. Сол жерде депозит деген бөлікті басасыз үстінен. Ол жерде оценочный показатель деген мына жер ашылады. Сол жерден соның үстінен бассақ, келесі бетке өтеміз. Сол жерде вознаграждение деген бөлік бар. Сол жердегі суммаға байланысты сізге отбасы банк ақша береді. Соны қалай есептейміз? Мысалға, менің жағдайымды алайық, 122 мың теңге тұр деп ойлайық вознаграждение менде. Сіздерде ол жерде басқа сумма болуы мүмкін. Оның формуласы мынандай. Біз білеміз, отбасы банк промежуточный және жилищный займ деп екіге бөліп береді. Промежуточный займ дегеніміз бұл жерде 7-8%-пен береді. Және де алғашқы кезде сіз алған бүкіл суммаға береді. Мысалға 30 миллион ақша алсаңыз, 30 миллионның барлығына 7-8% жүреді. Жилищный займда сізге 3-8 және 5% аралығында береді. Және ол тек қана сіз алған суммаға, мысалы 40 миллион теңгелік үй алсаңыз, 20%-ын құйып, то есть 50%-ын құйып, 20 миллион құйып алсаңыз, онда сізге тек қана 20 миллион ғана процент жүреді. Енді соны есептеп көрсек. Бағанағы приложениеде мына вознаграждение деген сумманы 122 мың теңгені осы жерге жазамыз. Сумма бізге қажетті өкімет беретін сумманы есептеу үшін, мысалы, промежуточный займмен қанша ақша береді? Вознаграждение осы жерге жазамыз, және 5-ке бөлеміз. 5-ке бөлеміз, сөйтіп мыңға көбейтеміз. Мысалға, мен жағдайымда 122 мыңды 5-ке бөлдім, мыңға көбейттім, 24 миллион 400 мың теңге береді екен. Получается, менде опы 122 мың болса, мен уже промежуточный займ ала аламын. Бірақ менде ішінде сумма аз болуы мүмкін. Потому что, мысалы, 3 миллион теңге ұзақ уақыт жатқан болуы мүмкін да. Бірақ отбасы банкті білесіздер, промежуточный займ алсаңыз да 50-50 мен алу керексіз. То есть 50%-ын құямыз. 24 миллионның жартысы 12 миллион 200-ді құйып, қазір барып сіз ала бере аласыз 24 миллионды. Егер жилищный займмен сразу алғыңыз келсе, ондай болса, сізде депозитке 3 жыл толған болу керек, опыңыз 16 болу керек. Сол үшін біз вознаграждениені 16-ға бөлеміз. Сөйтіп мыңға көбейтеміз. Мысалы, мен жағдайымда 122 мыңды 16-ға бөлсем, мыңға көбейтсем, 7 миллион 625 мың теңгені маған өкімет ешқандай процентсіз, то есть ешқандай артық процентсіз береді. То есть 3-8, 5%-пен аз уақыт 6-5 жылға береді. Ол жерде переплата да аз болады. И менің жағдайымда ол үшін депозитке 3800 теңге тұру керек. Мысалы, мына бір 2 миллион теңге болып тұрса, соны кішкене 1 800 құйып толықтырып жүру керек. Сөйтіп қазір ала берсе болады. Мен енді аз суммамен көрсетіп қойдым, бірақ 30 миллионда да барлығында солай есептелінеді. И мен қазір мысалы сіздерге мына кестелер ұсындым. Вознаграждение деген бөліп көріңіздер. 1000 теңге өзіңіздің вознаграждениемен мысалы есептеуге егер ерінсеңіз, осы жерден көріп шықсаңыз болады. Мысалы 1000 теңге, 2000 теңге, 3000 теңге, мысалы 1000 теңге болса, промежуточный займ 200 мың теңге береді. Или жилищный займ процент аз 62 мың теңге береді деген сияқты. Мына жерде вознаграждение 44 мың болса, уже сізге өкімет 8 миллионға дейін бере алады. Немесе 2 миллионға дейін жилищный займ береді. Мына кете береді, мен әдейі көп істеп қойдым. Мысалы 176 мың вознаграждение болған кезде не болады? Промежуточный займ сізге 35 миллионға дейін береді, жилищный займ 11 миллионға дейін береді. Көрсеңіздер болады. Мына жерді қарайық. Мысалы 260 мың теңгені қарайық. Вознаграждение 260 мың болса, онда сізге өкімет промежуточный займмен 52 миллионға дейін үй ала аласыз. Жилищный займмен сразу ешқандай артық процентсіз 16 миллионның үйін ала аласыз. Солай, мысалға 330 мың неңіз болса, вознаграждениеңіз, онда сізге 66 миллионға дейін ақша береді. Немесе жилищный займмен 20 миллион ала аласыз. Заказын аяқты көрейік. Мысалы, мына жерде, егер де вознаграждениеңіз бір мынаяқтағыдай 500 мыңдай болып тұрса, онда сізге өкімет 100 миллионға дейін ақша береді. Бұл енді ірі кәсіпкер кісілер ақшасы көп болса, осындай суммада алса болады. Немесе жилищный займмен ұзақ уақытылы жинаған кісілер болса, онда 31 миллион теңгеге үй ала алады сразу. Немесе сіздерде осылай, мысалы, қазір енді среднем үйлер қанша тұрады?
40 миллион 30 миллион қоямын, 40 миллион болу үшін минимальный вознаграждение 200 мың вознаграждение болса, онда сіз 40 миллионның үйін сразу ала аласыз, немесе 12 миллионның промежуточный займ, жилищный займын ала аласыз. Но көбісі мынамен ала берген жақсы. Егер сізде мысалы жилищный займға өтуге сәл уақыт қалып тұрса, потому что жарты жыл, бір жылда опы тез толады, сіз жилищный займға өтіп кету ықтималдығыңыз көбірек. Мысалы 40 миллион үй, потому что бір жыл, 2 жыл күтетін болсаңыз, тағы да ол 50-60 миллион болып кетуі мүмкін. Сондықтан қазір мысалы сіздің үйіңізде осы промежуточный займның қайсына жетеді, осы кестеден қарап шығсаңыз болады. Мен қазір видеоның артына салып қоямын. Ұнаса лайк басып, достарыңызбен, таныстарыңызбен үй алғысы келіп жүрген бөлісіп қойыңыз.